Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен гуляш жасайтын боламыз. Гарнирін картошкадан. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп отырыңыздар каналыма. Сонымен бізге керегі ет, бұл жерде сиыр еті, ұн, томат бастысы, сәбіз, пияз, болгар бұрышы, тұз, лавр жапырағы, базилик, райхан керек болады бізге. Бұл жерде құрғағын алған. Етімізді орташадан майдалау етіп тураймыз, 4 бұрыштап. Сиырдың еті өте әдемі ет болып шықты. Осылай турап аламыз, сосын көбеге етіп осылай турайтын боламыз. Piyazımızı тураймыз. Болгар бұрыштарын да көбеге етіп турап аламыз. Майдалау етіп. Сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз. Үлкендеу теркадан өткіземіз. Сәбізімізді қазанымызға шамалап май құйып, қысып тұрған майға етімізді қуыра бастаймыз. Мұны қатты қуырып жіберудің керегі жоқ. Осылай жай отқа қойып, қақпағын жауып, асықпай қуыру керек. Болмаса етіміз қатты болып қалады. Міне жай отта жаймен деп етіміз қуырылып жатыр. Өзінің сорпасында еттің суыменен бір қалыпты. Осының үстіне пиязымызды салып қойрамыз, сосын болгар бұрышын салатын боламыз. Соңына таман сәбізді салатын боламыз. Томатымызды міндетті түрде саламыз. Бұл жерде бір жарым қасықтай томат. Осының бәрін қосып қуырғанда бір 20-25 минуттай қуырылады. Көкөністерді кезектесіп салып, жалпы 20 минуттай, 25 минуттай қуырылатын болады. Сосын үстіне ұнымызды саламыз. Бұл жерде 2 қасық ұн. Сорпамыз қою, дәмді болу үшін. Осыған үстіне қайнап тұрған су құямыз.
салманы түгел жабатындай етіп суды құйып, баяу отта бұны кем дегенде 40 минутқа қайнатамыз. Сонда езіліп, керемет болып пісетін болады еті. Міне пісуге жақын қалды. Енді кішкене тұзын саламыз дәміне қарай. Базилығымызды, райханымызды, лавр жапырағын салып, тағы да 10 минуттайға қайнатамыз. Жарты сағаттай қайнаған. Картошкамызды бөлек қайнатып жатырмыз. Міне жалпы салма дайын болды. Гуляш дайын болды. Міне біздің гуляш дайын болды. Енді осыны дастарханға ұсынатын боламыз. Керемет дәмді, еті өте жұмсақ болып шықты. Міне біздің гуляшымыз дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Видеоны соңына дейін көріп, ұнатсаңыз, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп отырыңыздар.